әріптестер мен құрметті қонақтар, экономикалық лицейдің таным математикалық сауаттылық факультеті бағыты бойынша павильонына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге жай ғана көрме материалдарын емес, лицейдегі математикалық оқытудың мазмұнын, оның нәтижесін және оқушыға беретін нақты әсерін таныстырғымыз келеді. PISA for Schools есебіне сәйкес лицейіміздің оқу сауаттылығы 508, математикалық сауаттылық 533, жаратылыстану сауаттылығы 489 балл көрсетті. Әсіресе математикалық сауаттылық бағыты бойынша көрсеткішіміз жоғары. Ал математикалық сауаттылықтың ішкі қырларына қарасақ, мағынасын ашу 532, қолдану 551, тұжырымдау 514 балл көрсетуде. Бұл біз үшін өте маңызды белгі. Өйткені бұл жерде оқушының тек формуланы білу емес, оны қолдана алу, түсіне алу, шынайы жағдаймен байланыстыра алудың сандық көрінісін көреміз. Бүгінгі павильонда біз нақты нәтижеге жететін 3 нақты қадамды айтатын боламыз. Мұғалімнің жүйелі жұмысы, оқушының интеллектуалдық дамуы және нақты нәтиже. Біз үшін математикалық сауаттылық дегеніміз тек қана есеп шығару емес, ол теорияны білу, есептің берілгенін түсіну, шығару жолын модельдеп және оны шешу, басқа да альтернатив шешімдерді іздеу. Ендігі сөз кезегін әріптесіме беремін. Құрметті қонақтар, біздің павильонымыздағы материалдардың барлығы бір жүйеге негізделген. Мұнда сіздер авторлық бағдарламаларды, арнайы курстар мен факультативтерді, әдістемелік материалдарды, сонымен қатар ұстаздарымыз бен оқушыларымыздың олимпиада мен ғылыми жобалардан алған облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейдегі жұмыстарының жемісін көре аласыздар. Бұл жұмыстардың барлығының мақсаты оқушыларды тек білім алушы ғана емес, сол білімді қолдана алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Жұмыстың оқушыға әсері нәтижені олимпиададағы белсенділік, жобадағы ізденіс, өз ойын еркін жеткізе біле алу. Осы жұмыстардың барлығы математика сауаттылықты бірте-бірте қалыптастыруға өз көмегін тигізеді. Енді бізге бір тапсырманы қарастырып өтсек, бір көлік орта есеппен жылына 4,6 көмірқышқылы газын атмосфераға бөледі. Бір ағаш жылына шамамен 22 килограмм көмірқышқылын газын сіңіреді. Енді қалада 10 мың автокөлік бар деп есептелік. Сұрақтар: бір жылда барлық автокөліктер қанша көмірқышқыл газын бөледі? Осы көмірқышқыл газын мөлшерін толық сіңіру үшін қанша ағаш қажет болады? Егер қала тұрғындары автокөліктердің 20%-ын велосипедке ауыстырса, көмірқышқыл газын мөлшері қанша есе азаяды? Бұл өзгеріс үшін қанша ағаш отыру қажеттілігі? Неге бұл есеп маңызды? Яғни біріншіден оқушыға экологиялық мәселелерді түсінуге көмектеседі, үлкен сандармен жұмыс істеуді үйретеді, мәселені талдау және шешім қабылдау дағдысын дамытады, қазіргі климаттық өзгерістердің маңыздылығын көрсетеді. Оқушыларымыздың алған жетістіктері. Қазір сөз кезегін біздің лицейшіміз Серіков Тамерланға береміз. Меня зовут Сериков Светлан. Темой моего проекта является оптимизация транспортных потоков в городе Семей. Актуальностью этой темы является то, что современные города, включая город Семей, сталкиваются с высоким уровнем загруженности дорог, высокой аварийностью, а также высоким уровнем загрязнения, что мешает городскому развитию. Гипотезой проекта является то, что использование теории графов математического моделирования поможет решить данные проблемы. Новизной проекта является применение теории графов и цифровых технологий для комплексного изучения транспортной системы в городе Семей. Было рассчитано, получается, средняя скорость грузопотока в городе Семей для легкового автомобиля. Использовались алгоритмы Декстера и Примы. Были найдены 4 маршрута от МЧС имени Абая Кунбаева к экономическому лицею. И было выявлено, что среднее время загруженности, самый долгий путь был через район Жансая, так как там прослала железная дорога. И был предложен метод создания безостановочного движения, который сократит время передвижения по всему городу, а также улучшит саму транспортную инфраструктуру города Семей. Я являюсь призером городского и областного этапа области Абай, где занял 2-е места. Также был приглашен на международную конференцию научных проектов в городе Астана, где занял 3-е место. Баршаңызға назарларыңызға рахмет.